Еттің нанын илеп жатырмыз, яғни бір жұмыртқа және бір қасық сұйық май. Сонда біркелкі жайылады, жұмсақ. Сол кезеңде жұмсақ болып, біркелкі жайылатын болады екен. Міне дәл осылай қазір илейді. Яғни суға тұз салып алып, осылай илейміз. Еттің наны, яғни оның өзі қанша деңгейде керек екенін өздері алады. Бір жұмыртқа, бір қасық дәу қасықпен сұйық май және тұздықпен осылай илейміз. Иіні қанып, суы толық тиіп, илену керек. Жаңағы иленген нан дәл осылай тынды. 10-15 минуттан кейін бір бастық, одан кейін тағы бір бастық, қаз тағы да төңкеріп, қыдырып қоямыз. Жаңағы илеген нанымызды осылай жайып жатырмыз. Жайылған нан, сап-сары, иіні қанған, әдемі болып жайылып жатыр. Қаз толық жайылғанда тағы да көрсетемін. Мына жерде ет асып жатырмыз. Қазір біз илеп жатқан нанды осы сорпаға салып жейміз. Нан жайылып болды. Міне өте әдемі болып жайылды. Енді осыны қазір сорпаға салғанға бөлеміз. Яғни пісіреміз. Ет дегенде бет бар ма дейді ғой. Мін сорпа қайнап жатыр. Енді осыған нанын саламыз. Міне піскен етті түсірдік. Енді осы суығанда жаям, кесіп, турап жейміз. Міне түсіретін ет табағымыздың түбіне майынан салып аламыз. Себебі жабысып қалмайды. Содан кейін міне пісіп жатқан нанды кәкпірмен алып саламыз. Енді ақырындап өстіп суын сорғытып мынаған саламыз. Одан кейін міне тұздығымыз бар. Осыны үстіне бүйтіп саламыз. Міне осылай дәмді болып пісті. Енді бәріміз отырып жейміз.